Саламатсыздар ма менің көрермендерім? Бүгін өте ерекше тағам пісіреміз. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Ал кеттік. 500 грамм ұнымызға аштығымызды құйып, бауырсақ илегендей өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек, өте жұмсақ болу керек. Илеп болғасын оны жылы жерге бетін жауып қоямыз көтерілгенше. Енді начинкамызға кірісеміз. 5-6 картошкамызды алып, осы видеодағыдай қылып турайсыздар. Барлығы турап болғаннан кейін үлкендеу ыдысымызға алып саламыз. Және құстың аяқтары мен қанаттарын барлығын саласыздар. Енді маринаттаймыз бұны. Ол үшін тұзымызды саламыз. Және де үйде қандай приправалар бар, барлығын саласыздар. Құсқа арналған приправа, карри, паприка, китайский тұз барлығын саласыздар. Және де бұршымызды саламыз. Ол жерде шемішкі майды құйсаңыздар да болады, құймасаңыздар да болады, оны өздеріңіз білесіздер. Барлығын салып болғаннан кейін әдемілеп тұрып араластырасыздар, аст үстіне қопарып. Және де 1 сағатқа қақпағын жауып қоясыздар маринатталу үшін. Енді біздер жаңа көкөнісімізді дайындаймыз. Помидорымызды осылай әдемілеп турап, өзінің ыдысына саламыз. Әрбіреуін бөлек-бөлек ыдысқа салып қойыңыздар. Бұл көкөністерді үлкен ірі қылып турасаңыздар да болады, осылай соломка қылып турасаңыздар да болады. Ал менің оқырмандарым, біздер 730 оқырманға жетіппіз. 1000 оқырманға жеткізіп тастайық. Ол үшін сіздердің барлығыңыз тіркеліңіздер. Өйткені 99%-іңіз тіркелмей қарайды екенсіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сарымсағымызды да осылай турап аламыз. Және оны да ыдысқа салып қоямыз. Міне көкөнісімізді турап болғанша біздің нанымыз көтерілген. Үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп алып, қамырымызды түсіреміз. Және оны 2-ге бөліп аламыз да 2 жайым илейміз. Өте бешбармаққа арналған илемейсіздер. Видеоның соңына шейін қараң, көресіздер. Енді духовкаға арналған ыдысымызды алып, үстіне нанымызды осылай жаямыз. Барлығын бұрыш-бұрышын келтіріп алыңыздар. Дайындаған маринаттаған құсымыз бен картоғымызды саламыз да, бұрыш-бұрышына осылай тоже жаясыздар. Және көкөністерімізді үстіне себеміз. Бір жуаны осылай майға қуырып алып, оны да саласыздар үстіне. Одан кейін тәтті бұршымызды саламыз. Барлық жеріне салып шығыңыздар. Помидорымызды да саламыз. Және сарымсағымызды салып шығамыз. Екінші нанымызбен бетін жауамыз. Осылай тура видеодағыдай жабыңыздар. Және вилканың көмегімен шетін бекітіп шығамыз. Осылай әдемілі бекітіп шығыңыздар. Және артық нанын осылай кесіп аламыз. Тастамаймыз қамырды кесілген. Онда пайда қастырамыз қазір. Енді осымызды ыдысымызбен 200 градус духовкаға саламыз. Қалған қамырымызбен осылай бауырсақ пісіріп, ысып тұрған майда пісіріп аламыз. Міне қып-қызыл бауырсақтарымыз домаланып пісіп шықты. Оған дейін тамағымыз да пісті. Міне қараңыздар, өзінің соғында керемет болып пісті. Үстіне жаңағы укроп, петрушкаларымызды сеуіп, яғни қызыл жуамызды себеміз. Міне қараңыздар, керемет болып пісті. Бұл желінетін ыдыстағы тамақ. Міне қараңыздар, керемет болып пісті. Осылай дайындаңыздар. Ас болсын, бізге де ас болсын. Міне керемет дәмі. Рахмет, соңына шейін қарағандарыңызға сау болыңыздар.